Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін Абайдың 42-ші, 43-ші сөздерін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Абайдың 42-ші сөзі. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса қолы тиер ме еді? Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала-шағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды-көпті дәулетті қызықсыз көріп, оның ұры бөріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып, қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерлік ісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп елге жайып жүріп, ырбыңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жарамаймын дегені өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегіге байлық та мақтан емес, ақыл абүйір да мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салтатты сабау қамшылы кедей болса да, аз да болса орны төрде, майлы атқа, жайлы етке қолы жетеді. Желік білу мақтаншақ байларды, сіз айсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып киімін бүтейтіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығын да білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанағы антұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадірім кетіп қалады деп ойлап, ой Тәңір-ай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қулық қой, бұл мына қулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма? Деп бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған бағанағы байға, мен айтпап едім, оныкі қулық деп, міне көрдің бе, деп, екіншіде тырп етпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, харекеті де осы. Абайдың 43-ші сөзі. Адам ұғлы екі нәрседен, бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей, ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба көп пе білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы жебелей. Ақыл, ғылым, бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпенен естіп, қолымен ұстап, тілімен тартып, мұрнымен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалыпменен, ұнамсызы ұнамсыз қалыпменен әрнешік өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы 5 нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуатыдыр. Бір ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болуы секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелде кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіптім жоғалмаса да, аз-маз нәрсеге болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып,
қарап табады. Бұлай етіп бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік демек. Құдай тағала сетіменен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауып, өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естіме, көрген естіген нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек жемек ұйықтамақпен, мақтанмен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі таба алмады дейді. Ол да бекер. Талап балада да бар. Оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе, күтіп айналдырса зораяды деп. Жан қуатыменен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең күнде асады. Көп заман тексермесең тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер, ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әуелгі табуынан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтін қуат бек көп нәрсе. Бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып, ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде 3 артық қуат бар. Зинһар соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса, адам оғлы хайуан болды. Адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің, не естің, әрнешік білдің, оны тездікпенен ұғып, ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады, сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әй әттеген-ай, үйтуім екен, бүйтуім екен деп, өмір бойы ғафил болып ақ отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп көріп білдің, хош келді. Қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыныштпайды. Үшінші, орысша впечатлительное сердце дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық. Бұл 4 нәрсе бірлән кірлетпей таза сақта, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық раушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы 4 нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып сырттан сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оның да әрнешік кеселі кесапаты бар нәрселерін білмесең сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі кесапаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең бақпасаң айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген.
Баз махфи ол мая ол. Мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі. Яғни, сила притягательная однородного бірлән, продвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады. Күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлі еткенде, жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғары айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрселерден бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуатты бірлән мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар, бір басы қатты асау ат, жүгенсіз тау құрама, тас құрама, су құрама, жар құрама, Құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамай да қалады. Сенде ерік жоқ, екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңше.